Қысқы спорт түрлері. Ең алғашқы қысқы спорт түрлерінің бірі шаңғы. Мыңдаған жылдар бұрын адамдар аяқтарына ұзын ағаш байлап, қардың үстімен оңай қозғалған. Бастапқыда шаңғы спорт үшін емес, ең алдымен аң аулау мен жол жүру үшін қажет болған. Кейін адамдар бір-бірімен жарыса бастап, шаңғы спортқа айналады. Коньки де дәл осылай пайда болған. Бұрын адамдар мұздың үстімен сырғанау үшін аяқтарына жануарлардың сүйегін байлаған. Бұл олардың өзен мен көлдің үстімен тез өтуге көмектесті. Уақыт өте келе сүйектің орнына темір пайда болды, ал сырғанау ойынға, кейін спортқа айналды. Шанамен сырғанау да балалар ойыны ретінде емес, көлік ретінде басталды. Қар қалың кезде адамдар жүкпен азықты шанамен тасымалдаған. Кейін балалар шанамен сырғанап, ойнап, бұл да қысқы ойын мен спортқа айналды. Уақыт өте келе адамдар қысқы қозғалыстарды жарысқа айналдырды. Қайсысын жылдам, қайсысы епті екенін тексерді. Осылайша қысқы спорт түрлері пайда болып, кейін Олимпиада ойындарына дейін жетті. Қазіргі таңда қысқы спорт түрлері тек жарыс емес, денсаулыққа пайдалы, көңілді ойын. Олар қысты суық мезгіл емес, белсенді әрі қызықты уақытқа айналдырады.